Мына алтын қоңызды енді мүлдем ішпеңіздер. Себебі бұл алтын қоңызды осындай кісілер кеше хабарласып, больницаға түсіп қалды дейді. Сие алмай қалдым, 24 сағат болды. Жаңағыдай кататормен зәр шығарып жатырмыз деген сияқты. Ондай кісілер мүлдем ішпеңіздер бұдан кейін. Себебі ол кісілердің бүйрек өтіне тас тұрып қалған, тас болған бұған дейін, және де асқазанында язва болуы мүмкін. Ондай жағдайда мүлдем алтын қоңыз мүлдем ішпеңіздер. Алтын қоңызды бүйрек өтінде тас жоқ болса ғана, асқазанда язва жоқ болса ғана қолдануға болады. Енді ондай больницаға барғаннан кейін енді ол кісілерді жаңағыдай Құдай сақтап, системалар салып, укол салып, аурудың бетін қайтарған. Обезболивающий де жаңағыдай тоқтата алмай қалу қаупі бар. Сондықтан ол жағына абай болыңыздар. Мен сол үшін де өз жаңағы сұраған кезде бүйрек өтінде тас жоқ па деп бірінші сұрап аламын. Болмаса соңғы рет УЗИге қашан түстіңіз? Жіда бір вопрос болып тұратын болса, УЗИге барып түсіп келіңіз. Таңертең аш қарынға өтті. Себебі аш қарында ғана көрінеді өтте тас бар жоғы, ал тоқ қарында ол өт бөлініп қойғаннан кейін көрінбей қалады. Енді осы алтын қоңызбен емдегілеріңіз келсе, простатиттен, тез бітіруден енді көп жігіттер келіп жатады, аспабым тұрмай қалды деп, сол мәселеге өте жақсы көмегін береді. 8707 257 14 19 WhatsApp-қа жазыңыздар.